Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен дәмі ауызда еритін жұмсақ үлпілдек болып шығатын синнабоны бөлкелерін бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырына жылы сүтімізді құйып, үстінен шекерімізді саламыз, үстінен азғантай тұз салып, араластырып алатын боламыз. Оның үстінен бір қасық аштығымызды салып жіберіп, тағы да араластырып аламыз да ерітілген сары майымызды құйып, оның үстінен жұмыртқамызды жарып жіберіп, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды салып, қасықпен немесе қолдарыңызбен араластырсаңыздар да болады. Қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын, әдемі болып иленеді. Қамырымызды илеп болған соң 1,5 немесе 2,5 сағаттай бетіні жауып қойып қоятын боламыз. Бетіні пакетпен жаусаңыздар да болады. Енді біз дайын болған қамырларымызды осылай көтеріліп шықты. Ыдысымыздан алып, 4 бұрыш етіп жайып алатын боламыз. Егер сіздер барлық жері біркелкі етіп жайылсын десеңіздер, қамырымызды конверт сияқты қылып, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Мен жай қолмен жайып алдым. Енді үстінен ерітілген сары майымызды құйып, барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Сары майымыздың үстінен мен құмшекерімізді қасықпен сеуіп шығатын боламын. Яғни барлық жеріне себілуі қажет. Енді құмшекерімізді сеуіп, осылай біркелкі етіп аламыз да, оның үстінен 15 грамм корицамызды сеуіп шығатын боламыз. Яғни бір пачка корица упаковкадегі 15 грамм шығады. Енді барлық жеріні осылай біркелкі етіп реттеп аламыз. Корицаларымызды да осылай жағып дайындап болған соң, қамырымыздың бір шетінен біркелкі етіп осылай орап шығатын боламыз. Ең алдымен барлық жеріні біркелкі етіп алыңыздар. Сосын 1-2 рет ораған соң, ары қарай домалатып, бірдей етіп орап шығатын боламыз. Дайын осылай рулет сияқтығы орап болған соң, мен кәдімгі жіппен осылай қиып алатын боламын. Яғни бөлкелерімізді бөліп шығатын боламын. Пышақпен кессеңіздер де болады, бірақ біркелкі шықпай қалуы мүмкін. Ал жіппен бірдей болып, бөлкелеріміз әп-әдемі болып шығатын болады. Міне осылай барлығын жіппен қиып аламыз. Қалған қамырларымызды да сосын листке қойып шығатын боламыз. Пергамент немесе фольга төсесеңіздер болады. Менде пергамент қалмаған үшін мен кәдімгі маймен майлап шықтым. Және осылай бөлкелерімізді қойып шығатын боламын. Достар, егер сіздер бөлкелердің жалпақ үлкен болып шығуын қаласаңыздар, міндетті түрде араларына ашық етіп қойыңыздар. Ал мен бөлкелерімізді осылай араларына жақын етіп қойдым. Ол өз қалауларыңыз. Енді 180-170 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді піскенше біз бетіне жағатын помадкасын дайындап аламыз. Мен сары май, бөлме температурасындағы творожный сыр және сахарная пудра, яғни қант ұнтағыны пайдаландым. Барлығыны бірге осылай миксерлеп алатын боламыз. Кәдімгі крем сияқты әдемі осылай болып шығады. Енді дайын піскен бөлкелеріміздің үстінен помадкамызды әдемілеп жағып шығатын боламыз. Достар, бөлкелер міндетті түрде ыстық күйінде болуы қажет. Сонда помадкамыз еріп, іштеріне жақсылап сіңіп, бөлкелеріміз одан да дәмді, одан да үлпілдек болып шығатын болады. Міне біздің бөлкелеріміз, яғни синнабондарымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ
осылай әдемі болып шығатын ең оригинальный рецепттеріміздің бірі. Міне осылай асты ешқандай да жабыспаған сіздерге ас болсын.